2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі зейнетақы мөлшері 57.853 теңгеден 62.771 теңгеге көтерілмек. Бір айлық есептік көрсеткіш 3.692 теңге 3.932 теңгеге көтерілмек. 2025 жыл айлық есептік көрсеткіш 3.923 теңгені құрайды. Ең төменгі жалақы 85.000 теңге. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 46.228 теңге. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% саналады. Сәйкесінше 32.359 теңге адам басына. Көп балалы аналарға төленетін жәрдемақы 4 балаға 59.183 теңге еді. 2025 жылдан бастап 63.029 теңге болмақ. 5 балаға 73.988 теңге еді, 78.797 теңге болмақ. 6 балаға 88.793 теңге еді, 94.564 теңге болмақ. 7 балаға 103.598 теңге еді, 110.331 теңге болмақ. Бір реттік баланың тууына байланысты берілетін жәрдемақы 1, 2, 3 балаға 140.297 теңге еді. Енді 149.416 теңге болмақ. 4 баладан жоғары қарай 232.596 теңге еді. 247.716 теңге болмақ. 1,5 жасқа дейінгі төленетін жұмыссыз әйелдерге жәрдемақы 1 балаға 21.265 теңге еді, 22.648 теңге. 2 балаға 25.143 теңге еді, 26.776 теңге берілмек. 3 балаға 28.982 теңге еді, 30.866 теңге берілмек. 4 балаға 32.858 теңге еді, 34.949 теңге беріледі. Тұл жетімдерге әр балаға 51.220 теңге еді, 54.549 теңге. Алтын алқа иегерлеріне, күміс алқа иегерлеріне төленетін жәрдемақы 25.164 теңге өмір бойы төленеді. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.